Дүкеннен икра сатып алуды бүгіннен кейін қоясыз. Себебі дәл бүгін сіздермен дүкендегіден де дәмді, табиғи әрі ұзақ сақталатын икра дайындаймыз. Рецепттің ең маңызды құпиясын видеоның соңында айтамын. Сондықтан бірге болыңыздар. Ассаляму алейкум, қадірлі көрермен, арнама қош келдіңіздер. Егер осындай қарапайым, дәмді әрі тексерілген рецепттер ұнайтын болса, арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін бәріміз жақсы көретін ерекше дәмді икра дайындаймыз. Бүгін бізге мынандай өнімдер қажет болады: баклажан, сәбіз, пияз, болгар бұрышы, қызанақ, сарымсақ, тұз, сосын барып зелень қажет және де қара бұрыш. Ең алдымен баклажанды тураймыз. Мен алдын ала баклажанның жартысын турап қойдым. Барлық көкөністі бір келкі етіп турасақ, кейін бірдей піседі. Осы кішкентай нәрсе соңғы дәміне қатты әсер етеді. Мен баклажанды сопақшалап турадым. Сосын барып үстіне су құйып, тұзымды салып қойдым. Өйткені баклажанда қышқыл дәм болады. Тұз сіңіп, қара суы шығып тұрады. Сосын барып суын алып төгіп тастайсыздар қуыратын кезде. Сосын барып пиязымды турадым. Барлығын қатарымен бір ыдысқа салып отырдым. Сосын барып сәбізімді турадым. Кейін барып болгар бұрышымды турадым. Болгар бұрышын қызыл, жасыл және де қызыл-жасыл аралас болгар бұрышын алдым. Икраның цветін әдемі қылады. Сосын барып зеленді турадым. Зелень икраның дәмін өте керемет қылады. Оған қоса сарымсақты да бірге қосып турасаңыздар болады. Сосын барып қызанақты да турадым. Егер икраның түсі әдемі шықсын десеңіз, қызанақты міндетті түрде қосыңыз. Алдымен қазанымызға майды құйып алдым. Жақсылап тұрып оны қыздырып аласыздар. Сосын барып пиязды, сәбізді қосып, алтын түске енгенше қуырамыз. Осы кезеңде асықпаңыздар. Дәмінің жартысы осы жерде қалыптасады. Кейін баклажанымды салдым. Оны да жаймендеп қуырып аламыз. Міне баклажанымыз қуырып болды. Енді болгар бұрышын саламыз. Болгар бұрышын араластырып аламыз да артынан қызанақты да салып жібереміз. Сосын барлығын бір араластырып, бұқтырып, газдың астын жай қойып қоясыздар. Айтпақшы, тұзымызды салып жібереміз. Сосын бір араластырып жіберіп, бетін жауып, баяу отта бұқтырамыз. Міне, видеоның басында айтқан құпиям осы. Икраға ең соңында аздап сарымсақ пен зеленімізді салып жіберсек, дәмі бірнеше есе артады. Дәл осы кезде үйдің іші сондай керемет иіске толады. Сіздер икраны көбіне немен жегенді ұнатасыздар? Нанмен ба, әлде ет тағамдарының қасына ма? Пікірге жаза кетіңіздер. Түсі қандай әдемі, консистенциясына қараңыздаршы, дәл дүкендегіден де жақсы шықты. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыздар. Қандай тағамның рецептін келесі видеода көргілеріңіз келеді? Соңында жазыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.